Менің атым Гүлназ. Ол кезде мен небәрі 14 жаста едім. Сіңілім Диляра онда ғана. Ана мен әкем байдың қойын бағып, ауыл сыртындағы лашықта күн кешіп жүрген. Күндердің күнінде қыздарымызды өзімнің туған ініме біраз уақытша тапсырсақ, деді анам. Жағдай түзелгенше ғана. Бір жылдай шыдай тұрайық, деді әкем. Сөйтіп бізді, мені және Диляраны нағашы көкем мен жеңгемнің үйіне алып келді. Көкемнің дүкені бар еді, сырттай қарасаң бәрі керемет. Бірақ біз ол күннің тағдырымызды өзгертетінін білмедік. Таңғы 6-да тұрып дүкен ашасың, сіңілің еден жуады, сөредегі тауарларды реттейсің, кешке дейін жұмыс, кешке есеп, қате кетсе білесің не болатынын, дейтін көкем. Басында тек жұмыс істедік, шыдасақ болды дедік. Бірақ бірінші айдың аяғына дейін менің өмірім екіге бөлінді. Кеш, дүкен жабылды, көкем жалғыз өзі шақырды. Кешір, ақша жоқ, бірақ сен тек күндіз емес, түнде де жұмыс істеуің керексің, деді ол. Түсінбедім, қорықтым. Сіңілім жанында болмады. Қолы білегіме батты, көзіме тура қарады да, бұл туралы ешкімге айтпайсың. Егер жақ ашсаң, сіңілің сенің кебіңді киеді. Сен оны қорғай алмайсың, деді. Сол сәтте мен үнтемедім, қатты жылағым келді. Бірақ сол бір үнсіздік 4 жылға созылды. Сол түннен кейін мен басқа адам болдым. Мектепке бармадық, жеңгем ештеңе білмейтін. Көкем күндіз ақша санаушы, түнде менің ішкі үнімді өлтірген адам. Мен ешкімге айтпадым. Ата-анам алуға келмеді. Жағдайымыз жақында түзеледі деген уәделер көк аспанға ұшты. Кейде өзімнен сұраймын, неге үндемедім, неге айта алмадым. Бірақ үнсіздіктің де себебі бар. Қорқыныш адамды тастай тылсымға көміп тастайды екен. Сіңілім Диляра тап-таза, ештеңеден бейхабар бала еді. Кешкі уақытта дүкеннен ертерек қайтып кететін. Мен қалып қоятынмын. Ол кезде мен 16-ға, ол 12-ге жаңа толған. Бір күні көкем сіңілімді де кешке қалдырды. Бүгін сен екеуің де қаласыңдар. Жаңа тауар бар, бірге реттейміз, деді. Ішім шым ете қалды, жүрегім зу ете, бір жамандықты сездім. Түн болды, дүкен жабылды. Көкем Диляраны екінші бөлмеге кіргізсе маған қарап. Көрдің бе, сен үндемедің, енді сіңілің де үндемейді. Бұл сенің таңдауың еді, деді. Мен аласұрдым, барғым келмеді, ішімде от жанды. Жоқ, оған тиме деп айқайлағым келді. Бірақ үн шықпады. Қорқыныш даусымды жұтып қойды. Осылайша менің кішкентай сіңілім де менің тағдыр жолыма түсті. Содан кейін 4 жыл өтті. Біз дүкенде жұмыс істедік. Күндіз сатушы, түнде үнсіз құрбан. Ана мен әкем 1-2 рет келіп кетті. Көз алдымызда күлімдеген жүз, көңілімізде сынық үміт. Жағдай түзеліп қалды, жақында алып кетеміз дейді үнемі. Бірақ бізді ешкім алып кетпеді. Сіңілім жыламайтын болды, мен сөйлемейтін болдым. Екеуміздің арамызда жылап өшкен балалық. Мен де, ол да ешкімге ештеңе айтпадық. Көкемнің әйелі бізді тек жұмысшы көретін, ал нағашымыз біздің үнсіз жанайқайымыздың себепкері. Дүкен менің торым, сырттан қараған адам жақсы жерде тұрады дейді, ал ішімде не болып жатқанын ешкім білмейді. Сол күндердің бірінде бір жігіт келді. Күнделікті келуші емес, бір түрлі, қарапайым киінген, көзі тұп-тұнық. Бірақ соның ар жағында бір ашу, бір нала жатқандай. Ассалаумағалейкум әпке, деді Диляраға. Еттің бағасын айта салшы, деп маған қарап жымиып қойды. Оның жымиысы мен көрмеген шынайықтың кішкентай елеседі. Ол күн сайын келе бастады. Кейде ұсақ зат алатын, кейде түк те алмайтын. Бірақ көздері менің жүрегімнің ішкі бұрышын ақтарып жүргендей. Бір күні кешке дейін тұрып қалды. Көкем сыртқа шығып кеткен. Бұрын соңды болмаған батылдықпен маған қарады. Сенің көзіңде бір мұң бар. Ол мұң үнсіздіктен туған, солай ма, деді. Мен ештеңе демедім. Көзім жасаурап, тек жымиып қойдым. Жауап айтпасам да жүрегім айқайлап тұр еді. Ол кеткен соң жүрегім тыныштық таппады. Біреудің мені шын көзімен көргені мені оятқандай болды. Сол түні менің жүрегім ерекше дүрсілдеді. Жалын ішімде емес, сыртта тұтанғалы тұрғанын сездім. Аспанда тым ауыр, тым үнсіз еді. Дүкен жабылған соң көкем қатулы түрмен:
Бүгін екеуіңде қаласыңдар, әңгіме бітті деді. Сіңілім маған жабысып көзі жасаурап тұрды. Мен үнсіз бас идедім. Ішімнен Алладан ғана көмек сұрап тұрдым. Түн ортасы кенет терезеден от жалыны көрінді. Сырт жақ лап еті қалды. Адамдар жүгіріп келді. Өрт деп айқайлады біреу. Көкем ашуға булығып сыртқа ұмтылды. Көшенің арғы бетіне біреу қолына шөлмек ұстап тұрды. Ол сол жігіт еді. Көзінде ыза мен мұң аралас от бар. Бұл сенің сатқан арсыздығыңа, қор болған тағдырларға деп айқай салды. Көкем шыдай алмады. Кенет қалтасынан бірдеңе суырып алып жігітке қарай ұмтылды. Сен кімсің? Менің дүкенімді өртедің бе, иттің баласы деп айқайлап. Бірақ сәтте суық қаруын жігіттің қарнына сұғып жіберді. Құдай оңдап жігіт аман қалды. Бірақ ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. Ал көкем қолмен жасаған қылмысы үшін тұтқындалды. Сол түні дүкен күлге айналды. Сіңілім екеуміз тізе бүгіп отырып жыладық. Бұл азаттықтың алғашқы түні еді. Күйіп кеткен дүкен біздің 4 жыл үнсіз төккен көз жасымыздың күлге айналған көрінісі болды. Дүкен күлге айналды. Көкем темір торда, жігіт ауруханада. Бір аптадан соң үйдің алдында таныс дауыстар естілді. Гүлназ, Диляра, есікті ашсам, анам мен әкем. Қара терге түсіп, беттері солып кеткен. Әкем бірден құшақтай алды. Шешем жылап жіберді. Қыздарым, кешіріңдер. Біз сендерді аман болсын деп уақытша ғана қалдырып едік. Мен үнсіз тұрдым. Өзіме берген уәдем бар еді. Ештеңе айтпау. Анам бізді ауылға алып кетті. Шағын үй, жоқшылық, бірақ тыныштық бар. Диляра екеуміз көп сөйлемейміз, бірақ түнде ол маған жабысып жылайды. Мен үнсіз құшақтаймын. Сол түннен кейін оны да көзінен күл кетпеді. Күндер өтті. Мен іс тігуді үйрендім. Шешем ауыл әйелдеріне көйлек тіктіреді. Мен тігіп берем. Тігін машинасының тықылы жанымның иемі болды. Бір күні бір ер адам келді. Жай ғана тапсырыс беруші. Шешеме сәлем беріп көйлек тіктірмек болды. Маған қарап, "Мынау сенің қызың ба?" деді. "Иә, аты Гүлназ" деді анам. Ол бір сәт үнсіз тұрды. Сосын маған қарап, көзінде күл қалған секілді, бірақ ішінде жалын өшпеген деді. Мен ештеңе демедім, тек жеңіл ғана жымидым. Мүмкін өмір әлі де жалғасар. Сол жігіт қайта келді. Бір емес 2 рет. Көйлек емес шай ішіп кетіп жүрді. Анаммен ұялып сөйлесіп, маған тек жылы көзбен қарап үнсіз қалатын. Басымды изей салдым. Көзінде от бар, бірақ сөніп барады. "Құлап барасың, ұстап тұрайын ба?" дейтін. Жоқ дейтінде, иә дейтінде үнім шықпады. Сол үнсіздік менің иә дегеніме кейін түсіндім. Бірнеше апта өтті. Ол жиі келетін болды. Кейде кітап әкеліп береді, кейде кішкентай сыйлық. Сосын бір күні маған қарап, жай ғана: "Мені де біреу тастап кеткен. Жақыным, тым ауыр күндер өткен, бірақ қанша ауыр болса да, адам тірі болса, тіреліп тұратын үміт болады. Сен менің үмітім сияқтысың" деді. "Мен саған сенсем, сен мені тастамайсың ба?" дедім. Ол үндемеді, бірақ иығымды жай ғана қысып, басын изеді. Көп ұзамай ол мені анамнан сұрады. Анам үнсіз ұзақ отырды да, "Қызымның көзі күлге толы. Егер жүрегін жылытсам қарсы емеспін" деді. Үйлену тойымыз үлкен болмады. Ауылдың қарапайым мешітінде неке қидырдық. Анам көз жасын тия алмады. Диляра маған қарап тұрып, "Ең алғашқы рет күліп тұрсың" деді. Ол мені алысқа алып кеткен жоқ. Сол ауылда тұрамыз. Кішкентай, таза үй, алдымда тігін машинам, қасымда өмірдің тылсымын ұққан жаным. Кей күндері оянып кетем, көңілім алай-дүлей. Сол бір дүкен, сол бір үнсіздік, сол бір қорқыныш. Ол көзімді уқалап, "Бітті, сен амансың жаным" дейтін. Мен басымды иығына қойып жылап аламын. Сіңілім Диляра мектеп бітіріп колледжге түсті. Қазір жатақханада оқып жатыр. Ол да бірте-бірте өз жарасын емдеп келеді. Біз өткен туралы сөйлемейміз, бірақ бір-бірімізге қарап үнсіз түсінеміз. Кешкі шай үстінде күйеуім маған қарап, "Сен маған өмір сыйладың.
ал мен саған тыныштық әкелгім келеді деді. Мен көзіне қарап, сен мені үнсіздіктен аман алып шықтың дедім. Сол сәтте жүрегімнің ішінде бәрі орнына келгендей болды. Көктем еді. Ағаш бір жарған күн жылы, әлем жаңа өмірге дайын сияқты. Жанымда кішкентай тіршілік иесін құшағыма алған сәтте мен де қайда туылғанымды сездім. Қыз туды, тура өзім секілді. Мойыл көз, жұмсақ алақан. Сіңілім кейде демалысқа келіп тұратын, қызымды құшақтап ұзақ отырады. Кейде жай ғана, ол мұндай күн көрмейді ғой иә деп сұрайтын. Көрмейді, себебі біз оған соны уәде еттік деймін. Өткеніміз сабақ, ал болашағымыз үміт пен жарыққа толы болсын. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.